Ал қызы Айжадамын. Бекқайыр Аманчин атындағы деп бөбайжайдың тәрбиелеушімін. Мен отбасымда әкем, анам, ағам, әкелерім бар. Менің әкемнің есімі Ербол, анамның есімі Ақ Жарқын. Әкем домбырамен айтқанды жақсы көреді. Әкем маған домбырамен ән айтып бересіз бе? Ол домбыра деген қазақтың киелі аспабы. Ол деген осындай құрамдардан тұрады. Мынау екі құлағы деп айтылады. Домбыраның басы екі құлағы. Мынау екі шеге дейді. Мынау киегі, мынау домбыраның шанағы деп айтады. Бұл ата-бабамыздан келе жатқан үлкен аспап. Оны бәрі құрметтейді. Домбыра тартқың келмей ме? Осылай үйреніп тартады. Және де әкем ат құралдарымен айналысады. Үгенгүбау дейді, кейбіреуде таразылғы дейді. Сол атқа салатын мынау жүген, ауыздық жүген. Ауыздық жүген деп аталады. Мынау сол ер тоқымды тартатын айылы. Менің анам шебер анам, қолынан келмейтін жоқ. Дәмді тамақ пісіреді, тігін тігеді, гипстен неше түрлі кәмпиттер жасайды, қолдан түрлі бұйымдар жасайды. Қазір анам екеуміз гипстен қыша шалатын пиалка, бутылка, домбыра әртүрлі жасаймыз. Анасы не жасалатын? Қызым келе ғой қасыма. Отыр. Ол керемет біздің гипстен жасалатын бұйымдарымызды жасаймыз. Отыр, дұрыстап отыра ғой, саған домбыраны берейін. Мінекей қазақтың домбырасы, оның ішіне салынатын конфеттері болады, өзінің тойбастар деп аталады. Мына, ала ғой, қызым, өзіңнен бәрін боя ма? Мынадан бояған жеріміз. Анам маған тігін тігуді үйретті. Әдемі сұранысқа ие болған сөмке тігеді. Және бантик, бабочка, тәжікей, тақия, көйлектер тігеді. Негізгі мамандығы дәрігер болса да, анам бөлінеді. Мен отбасыммен мақтанамын.